Бұл шипалы су дертіңізге дауа, жаныңызға шипа болады. Себебі Айгүл Рахманкулқызы өзінің ұранында сүйемін, алғыс айтамын деп, күн сайын бізге 120 жыл өмір сүруді қалайтын адамдарға көмектесу жолында өзінің орасан зор еңбегімен шабыттандырып, жақсы көңіл күй сыйлап жатыр. Ол кісі айтады, менің ісім адамдарға иммунитетті нығайтуға, олардың ішкі әулетін ашуға және өмірдегі гормондармен табуға көмектеседі дейді. Мен барлығының денсаулығын, жастығын және энергиясын сақтай отырып, 120 жыл өмір сүру үшін білім мен тәжірибеммен бөлісуге әрқашан дайынмын, әрі қуаныштымын дейді. Не деген керемет жүрегі кең жанашыр десеңізші. Табыс пен денсаулыққа жету жолын өзінің махаббатының, сенімінің, табандылығының арқасында жеткен әлемнің және Қазақстанның үздік әйелі Айгүл Рахманкулқызына бүгінгі күні жан-жақтан әр мемлекеттен келген 150 адамның тыңдап отырған сабағынан, нәтижесінен көруге де болады. Қараңыздаршы видеодан, керемет білім беріп жатыр. Құрметті Айгүл Рахманкулқызы, сіздің жақсы энергияңыз айналаңыздағы барлық адамдарды оятады. Ал сіздің күлкіңіз бұл әлемді жасартатын табиғи талантыңыз. Себебі сіздің күлкіңіз күн сияқты жарқырайды. Айгүл Рахманкулқызы, кім деген кісі маған сұрақ қоятын болса, мен айтар едім. Ол өте мейірімді, жүрегі кең, айналасына күнде шуақ шашатын, өтірікті жек көретін, атартаңды шуағына бөлейтін, батар күнді жылуымен емдейтін әлемдегі ең керемет ана дер едім. Құрметті Айгүл Рахманкулқызы, мен сізді өте жақсы көремін. Сізге тілегім шексіз. Жаратқаным жар болып, ұл-қыздарыңыздың қызығын көріңіз. Немере шөберелеріңіздің ортасында, осындай еліміздің алдында гүлдей құлпырып, жарқырап жүре беріңізші. Деніңіз сау, бай қуатты болыңыз дегім келеді. Сәлеммен, сіздің осы денсаулық және ұзақ өмір бағдарламасының 4-ші қатысушысы Жамал Омарова, Сәтбаев қаласынан боламын. Спотели и вышли, понятно, да? Ну там кто банщик пойдет на бассейн, ныряет, обратно приходит. Хорошо в бассейне водить хороводы, петь песня, игры играть. Это помимо всего то, что дневной программы дополнительно. Вы знаете же, на Руси хороводы водят. У казахов Аксүйек, вот Наурызда, это молодежь играет, хороводы водят. Потому что это все значит. Энергия... Мен Жамал Омарова, Жезқазған қаласынан боламын. Шынжа демалыс орталығындағы жастық пен ұзақ өмір бағдарламасына 4-ші рет келуім. Жалғыз өзім ғана келмей, бірнеше отбасына алған әсермен, нәтижемен терең бөлісіп, Алланың қалауымен бірнеше отбасын ертіп келіп отырмын. Себебі дені саудың жаны сау демекші. Егер денсаулығыңыз мазалап жүрсе, ертеңгі күнге қалдырмай, ағзаңыздың қалыпты жұмыс жасағанын қаласаңыз, 12 меридианды ашуға арналған жаттығуда, гимнастикада, дұрыс тамақтануда, минералды су ішу, жүзу бассейнінде, саунада, шығыс медицинасы бойынша ақпараттық және оқыту дәрістері де тек осы жерде. Себебі әр келген сайын әлемнің және Қазақстанның үздік әйелі Айгүл Рахманкулқызынан алған сабақтарым мен нәтижелерім өте көп. Әсерімді сіздермен бөліскенді жөн көрдім. Шонжа демалыс орталығындағы минералды судың денсаулыққа пайдасы өте тамаша. Бұл судың адам ағзасына пайдасы ең бірінші қан тамырларын кеңейтуге көмектеседі. Қан айналымының құрамын жақсартады, теріні оттегімен байытады, иммундық жүйені нығайтады және ағзаның инфекцияларға төзімділігін арттырады. Бас, буын және бүйрек, бауыр ауруларына, сонымен қатар мыңдаған дертке шипасын береді.
яғни иммундық жүйе, лимфа жүйе, көздің барлық ауруларына, глаукома, катаракта, астигматизм, көз ішілік қысым, барлық түрдегі аллергия, гепатоздар, созылмалы холециститтер құлан таза болып, осы аурулардан жазылып кетесіздер.